Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет дәмі тіл үйіретін ленивые голубцы жасайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай әрі сочный болып шығады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алдағы жаңа рецептерді алғашқылардың қатарынан білетін боласыз. Бізге керегі тартылған ет, майдалап туралған капуста, майдалап туралған пияз, жартылай пісірілген күріш, үкіштен өткізілген сәбіз және де өзіңізге ұнайтын приправаларды алсаңыз болады. Мұнда тұз, бұрыш және паприка. Тартылған етімізге барлық заттарды қосамыз, яғни пияз, жартылай пісірілген күріш, сәбіз, капуста және де приправалар. Жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Дайын фаршымызды бір шетке қойып, үстіне құятын заливкасын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майға пиязымызды, сәбізді салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сәбізіміз жұмсарып қуырылған соң, үстіне қаймақ пен томат пастасын бірге араластырып саламыз. Және де бір стақан су құйып, барлығы бір келкі масса болғанша араластырып тұрып, бір қайнатып аламыз. Орташа отта үнемі араластырып отырып, бір бұрқ еткенше қайнатып аламыз. Қатты қайнатудың қажеті жоқ, осындай қою соус шығады. Голубцыйымызды пісіретін форманы немесе табашаны осылай астын сұйық маймен майлап аламыз. Үстіне өзіңізге ұнайтын формада салып жасасаңыз болады. Мен кішкене котлеталар сияқты етіп жасайтын боламын. Біртіндеп барлығын бір келкі етіп түзіп шығамын. Үстіне дайын заливкамызды құйып шығамыз. Барлық шетіне жететіндей етіп бір келкі етіп распределять етеміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі сочный болып шығады. Капуста жемейтін тіпті балаларда сүйіп жейтін болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.